осындай осындай редиска енді авокадо осы аптаға не алғандарыммен бөлісейін, және де осы күндері қандай тамақтар олардан жасайтынымды көрсететін боламын. Белоктарға көшсем, біріншісі ол осындай жұмыртқа, акцияда тұрды 700 теңгедей. Еще граммына қарасам 72-80 граммдық екен. Бұрын граммдығына қарамайтынмын. Негізінде кейін подругамнан сұрап көрдім жұмыртқасын. Жарам үлкен екен, прям күшті тоясын ше. Ал менікі бұрынғысы 55-60 граммдықтар екен. Қазір қарайтын болдым, сол үшін 72-80 граммдығын алдым. Осындай тағы біреу. Алдында менде сәл-пәл жетіспей қалды. Себебі мен тағы бірдеңе жасағым келді, панкейк деген секілді. Сол үшін де екеу алдым. Айран. Мен көбінесе айранмен чия пудингтер жасаймын. Түнге холодильникке қойып. Келесі греческий йогурт, сыр, голландский, кимчи. Кимчи дегенде қалай? Капуста по-корейски. И бұл кәдімгі капустадан жасалған, пекинский капуста емес. Просто мен қорықтым, ашы затты мен жақсы көрмеймін. И кимчидің түрі қып-қызыл болып тұрды да, ойладым. Капец аш сияқты, осыдан бастап көрейін хотя бы деп. И маған дәмі өте ұнады. Советую. Келесісі соустардан мен мүлде ештеңе алмайтын. Бұрын андай терияки, кисло-сладкий сондай соустарды алатынмын. Қазір маған диета бойынша сахар болмайды. Сахар, какой-то консервант, уксусы деген сияқты. Сол үшін де осындай полезный песто алып көрейін дедім. Құрамын бәрін оқыдым. Бәрі таза, жақсы. Чеснок, соль, базилик. Песто өте күшті екен. Мен дәмі мүлде көрмегенмін. Маған дәмі қатынақ қалды, ойладым андай мүмкін полезный болған соң. Дәмі особо жоқ шығар, насыщенный емес шығар деп. В общем, советую. Еще мен белоктардан бір курица алдым, филе килограммовый. Екіншісі аяқтар алдым. Одан мен суп жасағым келіп тұр, редькамен бірге. Бір видео көргем, дайконмен жасайды ол жерде. Дайкон деген редьканың бір түрі екен, сонымен редькамен істеп көрейін дедім. Көкөністерге көшеміз. 3 помидор және де 4 огурцы. Осындай редиска алдым. Бір видео көрдім тоже. Ашытылған редиска жасады. Соны қайталап көргім келіп тұр. Осындай үлкен пучок листья салатов. Листья салатов. Маған осындай листья күнде қолдансам да бір аптаға жетеді. Негізі ұзақ сақталу үшін суының ішіне салып қойса болады екен, даже тамырларын жібереді екен. Мен ол туралы білмедім. Құрбыларым солай істеп жүр, және солай ұзаққа сақталды. Есі шөптерден мынау қалай айтады? Шпинат па? Петрушка, укроп, болгарский перец. Қызықша қалай айтылатын білмеймін көкөністердің, сол үшін де осы айта берейінші. Сондай бір сары, чеснок, лимон. Көп салаттарға заправка ретінде қосам, және де суға қосып ішсе болады. Редька, картошкалар. Пакетпен көрсетейінші. Біздің овощнойда каждый пакетке салып отыру керексің. Овощ, фруктыларды тез-тез осылай пробивать етеді. Бізде овощнойда всегда көп адам болады, очередьке тұрып. Еще всегда свежий овощтар алып келеді. Сонысына өте қуаныштым. Пияз, черри, помидорлары және 2 банан. Және де мен мына жерде уже цветная капустамды суға салып, соды қосып жуайын деп жатырмын. Одан бөлек мынандай хлебцы алдым. Маған мучной заттарды болмайды. Сол үшін де цельнозерновой ұннан жасалғандар болу керек. Және де сондай бүтін дәнді ұннан жасалған нан іздегенмін. Но мен іздеген супермаркеттарда болмады. Сол үшін басқасына бару керек. Болды, точнее, бірақ ішінде шемішкесі бар, ал менде шемішкеге аллергия. Орехтардан менде мынандай тыквенный семечки бар. Қалдық керек жаңғақтарын сатып алғанмын. Және мынандай фундук очищенный и уже жареный. Маған тәтті болмайды. Сол себепті без сахара, темный шоколад.
подходит. Ура! Thought your adventures turned into a border. Drinking myself down. Жапырақтар. Used to live within the clouds, yet so somehow I had stayed grounded for more than 5 years. Черри помидорлары. I'm terrified for you now, shall the woman I once knew I hope I'll Огурцы. find you somewhere. Not today, Запеченная цветная капуста. not today. Аскөк. Лимон шынны. Told you not to leave, Сәбіз. not to wander, not to breathe without your oxygen. Және де тауық еті. What if some not bring you back? The truth is, I'm Салатымызға having a теңіз bit тұзы of және trouble де breathing сарымсақ. myself. Май ретінде Miles away is not too льняное far масло. in the grand scheme of the you, Осындай сүйкімді редис. but the distance in Кешкі асқа тамағым дайын. lifetime and it's been only a day. Видео монтаждап мен перекусты жемедім, суда ішпедім, прям жұмысқа кіріп кеттім. Енді мен тезірек ужин жасайын деп жатырмын. Песто, хлебцы, үш помидор, тағы орехтар. Авокадо болғанда күшті болатын еді, бірақ менде авокадо жоқ. И шпинат жапырақтары. Ана жерін жыртып алдым жуатқанда. Түнгі 12-де мен бірдеңе жегім келіп кетті. Мен запеченные яблоки жасайын деп жатырмын. Орех қосып, греческий йогуртпен бірге. Іштерін тазалап тастадым былайынан. Енді суға саламын. Я сковородку жевать. Лайфхак, достар. Берем, короче,
вот такую штуку. Берем фейри, берем соду и уксус и тазаланадыкен. Не переживайте, все нормально. Все под контролем. Где кипят? Қайырлы таң. Өзіме завтрак жасайын деп жатырмын. Вареное яйцо түнде суға салып қойған. Бәріне сәлем. Бүгін мен асық бара жатырмын, сол үшін тезірек пісіруге тырысудамын. Жаңа ғана ыдыс жуып тастадым, енді тамақ жасауға кірістім. Форма деген жерге барғым келіп жатыр. Керамический изделиялар сатады. Өзіме күшті тарелка алғым келіп жатыр. Барлық тағамдарымды әдемі қылып салу үшін. Жду не дождусь. Ол еще 5-ке дейін жасайды, а сағат қазір уже 2:30. Ол жаққа еще баруым бар. Так что мне надо собираться уже тезірек. Менде прям красиво оформлять етуге уақыт жоқ, сол үшін суда піскен алманы холодильниктен алып шыға салып, үстіне греческий йогурт салып, және де орехтар себе салдым. Мой перекус. Салам. Ішіне листья салатов. Кешегі картошка. Бұны 2-ге бөліп саламын. Ой, қисық бөлініп қалды, ну ладно. Огурчик. Ортасынан кесем. Пусто. Аружан кешігіп жатыр, в то же время Аружан тамақтан гүл жасап отыр. Сәбіз. Және капуста. Соңында енді ет қосамын. Обычно осылай жегенді ұнатамын. Так, сен бір жапырақты алу керек. Сосын үстіне фарш салып, урап. Күшті. Виды прикольный, шушавок.
Бүгінгіге осындай менде перекус. Мына жерде запеченные яблоки, үстінде орехтермен, греческий йогурт, мына жерде банан, горький шоколад және де орехтер. Және де оған айран. Кеше мен вообще 8:30-да шықтым ғой, уже. Сендер енді Нұргүлге келіп. 7-де тұрсам да кешігем, 7:30-да тұрсам да кешігем, 8-де тұрсам да. Қойқым. Я уже смирилась, что мы в любом случае кешігем. Осындай бізде екінші перекус. Мына жерде Алина тамақ істеп жатыр. Мен, перекус істейін деп жатырмын. Перекуспен, салат и ужин. Салат ретінде авокадо керек. Және де алдын ала отварила яйца. Я сосиска. Не білем, бай, как она и пойдет. Да. Где моя сосиска? Сосиска, сосиска. Льняное масло. Заправка ретінде. Полностью? Лимон. Ширина. Можно я буду смотреть? Цветная капуста. Кавказский перец. Түрі киви сияқты екен. Өте дәмді. Горько. Горько? Мен бүкіл миым приколы. Бүгін менде осындай кешкі ас. Екіншісі как салат. Перекус секілді. Кайф. Это очень вкусная штучка, нарисован. Курица своего вида. А вот эти еще есть рисовые? Только пожалуйста, кокосовое масло вам. Ой, тауық етінен осындай фарш жасап қойдым. Кесіп. Шпинат, помидор, және де курицаны осылай жайып қойдым. И соус песто. Вот мына жерде. Әдемі тренд. Там вообще же прям есть прям Подвижаться сезонно. что много этих. Да. Вот как же не могу понять. Аржан я не могу понять. Я спокойно, кстати, вообще жемчужин. Осылай енді 20 минут духовкада тұру керек. Мына жерде уже кешкі асымды дайындап қойдым. Ішінен бойынан көрінеді. Екіншісін осылай салып қойдым тарелкаға, басын жауып. Уже менің ертеңгі обедім дайын. Тек андай овощтарын өзгертіп, салып, оформлениясын өзгертетін боламын. Бүгін мен TikTok-тан көрген тамақты жасап көргім келді. Сол ішінде осындай өте дәмді тамақ шықты. Бұл енді менің ертеңгі түскі асым, кешкі асым болмақ. Вот такой вот перекус. Сәлем. Бүгін бізде түскі ас. Қоңыр шоколадпен бірге, оған дейін мен кофе ішіп алғанмын. Американо ма, эспрессо ма екен біреуім тұқалым. Мен кофеман емеспін, сол үшін де негізі сағынып ішкім келген. Бірақ содан кішкене мен өзімді басым айналып, жүрегім дүрсілдеп, неважно чувствую. Негізі чечевица дайындап алғым келген. Бірақ оған көңіл күйім де, энергиям да болмай тұр. Бар тамақты дайындаймыз. Біріншісі ол осы шөп. Орналастырамыз әдемі қылып. Келесі квашеная капуста, бірақ мен оның адасын көрсетпеймін, себебі 5 литровкада өте эстетичный емес. Келесі қияр, сәбіз, грейпфрут. Бұл жолы фисташке қосамын. Немного странная. Она вся в морщинах.
Уверена, да? Посмотри на ее ноздри. Вот размером с ватную палочку. Она такая крошечная. Ага. Даже слишком. Мен енді тұрдым. Ұйықтап қалыппын, оказывается, стористар салып жатып. Бірден жеңбей кетті перекусқа. Сол үшін фруктыларды турап, киви мен банан. Мен жағдайымда греческий йогурт қалған. Соның ішіне араластыра салдым, кесіп. Және де орехтар әртүрлі. Сен тамақ істей қойдың ба? Просто, пока, если тамақ ішіп алсам, потом надо подождать, пока қорытылады. Поэтому сначала тренировка с ним, потом вообще. Мен жаңадан хлебцы сатып алып, бұл түрін көрмеппін. Бури рис дейді. Өте дәмді екен, уже жеп көрдім, біреуін ашып. Без дрожжей, без сахара, цельнозерновые хлебцы. Мен кешкі ас ішкен жоқпын. Ұйқыдан тұрған соң шомылып, перекусымды жеп. Суда қайнатылған жұмыртқа. Уже сыртын ашып қойдым. Мен кішкене осылай сұйық болғанын айтам. Қолымнан бәрі түсіп бірдеңе болып жатыр. Ой, міне уже түсіп қалды. Осындай состояниеда болып тұрмын қазір, шынымды айтсам. Так что осылай жіберемін. Всем бай-бай. Бұл менің ужиным. Мен боянып алдым. Қазір сабаққа бар жатырмын. Менің таңғы асым кешегі түнде жасап қойған айранмен және де чия пудингі. Үстіне банан турап қойдым. Және де қазір менде жерде алмалар бар. И таңғы асқа 2 жұмыртқа, бірақ бұларды қазір мен параға алып кететін шығармын. Сағат 10-ға қарай бізде тағы да үзіліс болады тамақ ішуге. Біз тамақ алып алдық. You'll never ask me to spend the night. I shouldn't leave my friends behind. Doing it again. To get the invite, you're nothing like you when arrows on. I get my shoes and I get out. Is it too much to ask for? Oh, yeah. Too much to ask for. Косметикадағы суреттерде тұрады ғой, алоэға ұқсайды формасы. If I'm being honest, I don't think that I'm making it easy to stay alone. I'll need to leave you past behind, doing what I do. If I'm being honest, I'm terrified. More than anything, you just make me calm down. You'll never find out what I'm really like. Is it too much to ask? Пакеттегі замороженный вишня, алмаларды аламын деп. Үйдің бәрін шаштың чия пудингіме қосқым келіп тұр. Негізі вишнялар кішкене еріген кезде розовый цветке айналатын. Пока ермеді. Чия пудингімді уже бағана шығарып қойғам, сол үшін де жаман болып кетеді деп қорқам. Қазір тағы күтсем. Сол үшін жей беремін. Sarımsak. Менде осындай түскі ас. Тәтті дәм.
Покажи это, что внутри. Это такой, короче, чипсы, тофу, мука дандида. Но они капец похожи на этот кыстыл. Кыстыл? Кыстылдың дәміне ұқсайды. Кыстыл не екенін білмеймін. Надо как-то это попытаться раздавить. Білмеймін қалай істейтінімді. Барлығын сәл ездім. Енді бұған чеснок қосам. Уксус қосам. Менде яблочный уксус. Білмеймін қалай болады екен. Яблочныймен. Кішкене зелень. Зелень қыз петрушка қостым, мен укроп қосам. Все нормально. Енді тұз, перец қосам. Тұз. Қанша қосу керек екен? Где-то на глаз. 5-6 шығар. Енді басын жауып, тығыздап, араластырам болам. Солайша 2 сағатқа астықшқа салып қоямын. Мен әлі жемейтін шығармын. Ертең жеп көрем. Сол үшін түнімен тұрсын.